4 Рахат Ақтан. Жартылай қорғаушылар Ерзат Оңайбеков. Ал мен матч комментаторы арқалық қуанған. Міне осы матчта бірге тамашалаймыз және сырық шалында. Бірақ бұл жолы қиғаш пас өтпей және алыстан бағыттаған соққы. Өте қауіпті. Тағы да сол Нұрасыл Алибаев теуіп көрген. Сыртына шықты. Қайталап көрелік. Бұл тұста жеңіс ойыншына тиген сияқты және бұрыштама орындалуы керек қазір. Шабуылды көрдік. Добәлі жеңісте, ал бұл жолы ереже бұзылды және пенальти. Жеңіс шабуылшысының аяғын шалып кетті және пенальти белгіленді. Қайталап көреміз. Темірхан Жүсіповтың пасы және бұл жолы сәтті ойнаған Айбар Бури. Сырық шалында Айбар Буриев тепті және Алихан Темірхан өте әдемі қайтарды. Соққының бағытын тапты және ортаға Исаев. Алыстан тебөлек Исаев. Алыстан. Эфирге қосылдық. Әзірге есеп ашылған жоқ. 0-0. Бұл тұста Елімай алыстан бағыттаған соқ. Артқа қарай. Айбалаңына пас және баспен соққы болды. Гол! Есеп ашылды. Міне алаң қожайындары матчтың 40-шы минутында гол соқты. Уақыт салып Буриев өз қателігінің орнын жуып шайды. Әріптестердің алдындағы айыбын ақтады. Бұл жолы баспен гол соқты, ойыннан гол соқты. Айбар Буриев нағыз шабуылшының ойынын көрсетті. Ол сәтсіз соққыларын көреме. 3-2 шабуыл жеңіс. Екінші гол соғаны Майтанов алыстан тепті және қақпаның бағанасына тиді. 3 минута. Бізге қазір жеңісті шабуыл қайталап көрсетілді. Майтанов тепкен. Бірақ сәл ғана жолы болмады. Болам екен. Жеңіс командасының ойыншылары әлде ұмтылуды. Алыстан бағыттаған соққы. Бұрыштама. Айбалаңына пас жетті және баспен соққы көрдік. Міне ғажап. Исаев бұл жолы соққы бағыттаған. Міне қайталап көрсетуде. Исаев баспен соққы бағыттаған. Абдрахим Асимхан тұр. Және ортаға жақсы пас жетті. Соққы бағытталды. Алихан Темірхан. Ал бұл Батырхан бастаған шабуыл еді. Ортаға жақсы пас жеткен. Бірақ соққы тағы да қақпаға дарымады. Көреміз міне. Дәлетсе қақпаға дарыды, бірақ Алихан және Диас Сүлейменов. Сол қаптауға жақсы пас келді. Соққы бағыттау керек қазір. Елімай және гол! Таразы басы теңесті. Міне есеп 1-1. Семейлік команда өз дегендеріне жетті. Тамаша ойыншы. Қайталап көреміз. Диас Сүлейменов дер кезінде пас берді. Сол қаптауға қарай қалдырған. Және Садақов берген паста Батыров қақпаға дарта білді. Тамаша. Таразы бас теңесті. Енді барлығы басынан басталды. Исаев Расил. Соққы бағыттау керек қазір. Исаев артқа қарай және тамаша соққылардың бірі, бірақ Алихан Темірхан тағы сейв жасады. Расил Исаев. Сол қапталға пас және соққы бағыттау керек қазір жеңіс командасы. Қандай тамаша сейв! Елімай құтқарып қалды командасын. Бұл жолы Нұрасыл Әлімбаев денесін тосып соққыны қайтарды. Жарайсың, Нұрасыл. Әдемі қайтарды және жеңіс бұл жолы. Сырық шалында.
Соққы болды және гол! Елімай, мәссаған қандай тамаша гол соғылды. Диас Сүлейменов, міне ғажап. Бүгінгі ойын жігер көрсетті және екінші голдарын соқты. Мәссаған қандай тамаша орындау. Осы турдың үздік голына үміткер және гол соққан Диас Сүлейменов. Тамаша гол. Алыстан бақтаған соққы, қандай қауіпті. Керемет жойқын соққы болды. Сәл ғана бейім. Және Елімай қарымта шабуыл алға ұмтылған сәт. Пас жетті және гол! Егор Куликов гол соқты және бүгінгі ойынның нүктесін қойды. Елімай командасы сырт алаңда жеңісті. Жартылай қылған шебінде тамаша ойнады. Барын салды және сол еңбегі еленгендей ол бүгінгі ойынның үшінші голын соқты. Ал нәтижелі пас берген бұл Нұрали Садықов. Жалпы бүгін Нұрали Садықов 2 ассист берді. Алаңға шықты Нұрали. Осымен матч аяқталды. Елімай